Қазақстан тарих СРС 2 Қабдеш Жұмаділовтің академиктік көз жасы шығармасына өзімнің жеке шығармам. Шығарма кеңес одағының тұсындағы қазақ зиялыларының тағдырына арналған, әсіресе репрессия кезінде болған оқиғалар мен қоғамдағы саяси жағдайларға шолу жасайды. Бұл шығарманың негізінде қазақ қоғамындағы іргелі өзгерістер, кеңестік жүйе мен оның ықпалының тереңдігі көрсетіледі. Жазушы Мұхтар Әуезов және басқа да қазақ зиялыларының репрессияға ұшырағаны себептері мен салдарын сипаттайды. Бұл шығарманың негізгі идеясы қазақ зиялыларының ауыр тағдыры, олардың кеңестік жүйеде құқықтарының тапталуы. Автор қоғамдағы әділетсіздікті, ғылым мен еңбектерінің бағаланбауы, жеке тұлғалардың өмірі мен шығармашылығының қауіпсіз саясаты құрбан болғандығын айтады. Сонымен қатар жазушы қазақтың ұлы тұлғаларының көз жасының тек өз тағдырына ғана емес, бүкіл халықтың болашағы үшін қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Шығарманың басты кейіпкерлері ол Мұхтар Әуезов, қазақтың ұлы жазушысы және ғалымы, сонымен бірге сол кезеңдегі басқа да қазақ зиялылары. Автор осы тұлғалардың шығармашылығына, олардың өміріне қасақана жасалған қастандықтарын айта отырып, олардың бейнесінің құрметпен суреттейді. Әуезовтің ғылым мен әдебиетке деген шексіз махаббаты мен сол жолда тартқан қиындықтары сипатталды. Шығармада қазақтың ұлттық дәстүрлері мен рухани құндылықтары кеңінен көрсетілген. Әсіресе ұлт зиялыларының күресі мен еркіндік үшін, білім мен мәдениет үшін жандарын пида етуі. Қазақтың ата-бабаларының келе жатқан ұстанымдар мен ұлттық тәуелсіздікке деген көзқарас шығарманың арқауы болып табылады. Шығарма барысында кеңестік жүйенің қазақ қоғамына тигізілген ауыр әсерін тереңірек түсіндіреді. Сол кезеңде ұлт зиялыларының аяусыз қудалануы, олардың көрген қиянаттары қайта сараптауға мүмкіндік тауып, өткен тарихымызға деген көз қарасында өзгертуі мүмкін. Қабдеш Жұмаділовтің академиктің көз жасы деген шығармасынан екі үзінді. Ой-қой дүние, бұл заман не болып барады? Бір кезде ақтылы қойы мен алала жылқысы өріске сыймай, бүкіл Баянауыл өлкесін алып жататын Шорман әулеті бар аяқ асқа зар болып аштан өлді. Не деген сұмдық? Ал Ғазиза, қайран Ғазиза. Осы тұсқа келгенде Қаныш өзін тоқтата алмай еңкілдеп қоя берді. Екі көзінен жас парлап тұр. Мынау өз ауылында төгілмей іркіліп тұрған жас осы арада еріксіз құйылып кетіп еді, әлден уақытта ес жинаған. Олай болса, деді інісі Тәрмізиге қарап, қайтып бар да сол екі жиенді алып кел. Ойбай-ау, оларда аяқ басып жүретін хал жоқ қой, бәрібір жолда қалады. Соларға әуре болып қайтесіз деп өлімге әбден еті өліп кеткен Тәрмізи барғысы келмей тұр. Әрі мысалдары көбейтіп тамаққа ортақ еткісі жоқ па, кім білсін. Әй, сен өзің не оттап тұрсың? Қаныш қалай ақырып жібергенін өзі де аңғармай қалды. Ол балалар жалғыз әпкемнен қалған тұяқ емес пе? Әкем Имантай балаларға зор болып жүргенде Құдайдан тілеп алған тұңғышы емес пе, Ғазиза? Сол әпкемнің артында қалған балаларымның өлім алдында қалай далаға тастап кетемін? Барыңдар, арқаласаң да осыны жеткізіңдер деп Тәрмізидің қасына шопырын қосып берді. Сірә бұл ауылда баларға бөгет болар ешкім қалмаса керек. Сәлден соң екі баланы көтеріп қайта оралды. Үлкен Кемел 8 жаста, кішісі Ришат 5 жаста көрінеді. Екеуінің аздап тамақ беріп ес иғызда, соңынан соң машинаның үстінде балаларды қосып қойды. Екі жиеннің көрер жарығы бар екен. Қаныштың арқасында екеуі де оқып үлкен азамат болды. Оның біреуі Кемелді күллі қазақ жақсы біледі. Кейін Алатау бөктерінде алтын адамды тауып, бүкіл елді таңғалдырған атақты археолог осы Кемел Ақышев болатын. Біз жақсылықты жұртқа тезірек жария еткіміз келіп, оқиға желісінен озып кетіп
озып кеттік білем. Енді тақырыбымызға қайта оралайық. Бұл үзінді өте әсерлі және мазмұнды, эмоцияға толы. Әрі тарихи тұлғалардың адамгершілігінің отбасына деген сүйіспеншілігін керемет жеткізіп тұр. Әсіресе айта кетсек, Қаныш Сәтпаевтың әпкесінің жетім қалған балалары үшін жылап, олардың аман алып қалуын жанын салып тұрған оқырмандарды бей-жай қалдырмайды. Екінші үзінді. Аштық апатынан қалың қазақты құтқаруға мүмкіндік таппаған Қаныш Имантайұлы тым құрса 20-дай аш баланы ажалдан арашалап қалғаны аужал тұтып, енді өзінің кәсіби міндетіне кіріскен. Осыдан бірер жыл бұрын Мәскеудегі түсті металдар басқармасы Жезқазғанға мол қаржы бөліп, кен баршылар тобы өз алдына дербес есеп шоты бар жеке ұжым болып қалыптасқанды. Қаныштың құлашын еркінірек сермеп, жұмыс сұрап келген аштардың есебінен жұмысшы саны 700-ге дейін жеткізіп жүргені соны арқасы еді. Не үшін екен? Бұл кеңшілік ұзаққа бармады. Ол кезде Жезқазған кен барлау басқармасы Атбасар түсті металл тіресіне, ал олар Мәскеудегі түсті металдар бас басқармасына бағынатынды. 1933 жылдың басында жаңағы басқыштардан сүзіліп өтіп бір жаманат хабар жетті. Қаржының тапқышлығына және басқа да кен орындарының көбеюіне байланысты Жезқазғанда кен барлау ісі уақытша тоқтайды. Сондықтан оларға биылдан бастап бюджеттен қаржы бөлінбейді. Бұл енді ашығын айтқанда Қаныштың соңғы жылдық еңбегін зая кетіруден басқа ештеңе емес. Жоқ, мұндай зорлыққа көне салуға болмас. Амал жоқ, тағы да күресуге тура келеді. Бұл бергі жақтағы шолақ шенеуніктердің ісі. Әлгі байдың асын байқұс қызғанады дегеннің кері. Жезқазғанның мысы жақсы, кендері керемет, бірақ соған бөлетін қаржыны қимайды. Жазған құлда шаршау бар ма? Енді Жезқазғанның ең байлығына Кремльде отырғандардың көзін жеткізуден басқа амал жоқ. Сол оймен Мәскеуге аттанған Қаныш Имантайұлы 1933-1934 жылдары түгел дерлік сол жақта өткізді дегуге болады. Алдымен бас басқарманың ау жайын түйген. Олар сол бұрынғы айтқанынан жаңылмайды. Қаржы тапшы. Біз онсыз да Қазақстанға аз ақша бөліп отырған жоқпыз. Әзірше Қоңырат Балқаш кендерін игеріп алсақ та ол жай емес. Жезқазғанның мысы қайда қышар дейсің? Миллион жыл шыдағанда енді бір 20 жыл күте тұрса ештеңе етпес деп өзінің сайқы мазаққа айналдырды. Демек, бұлардан қайыр жоқ. Тығырықтан шығар жолды басқа жақтан іздеу керек. Бұл үзіндіде Қаныш Сәтпаевтың адамгершілік қасиеттері мен кәсіби міндетін адал орындау жолындағы қажырлы еңбегі, қиындықтарға қарамастан өзінің мақсатына жетуге деген ұмтылысын көрсетіледі. Жазушы Қабдеш Жұмаділов бұл үзіндіде Қаныштың күрескерлігі мен қайсарлығын, сондай-ақ оған қарсы тұрған қиындықтарды терең әсерлі сипаттайды. Бұл үзіндінің тарихи конспекті Қаныштың Жезқазған кенін игеруге деген ұмтылысы және Мәскеуге болған күрес Қазақстанның дамуы үшін үлкен маңызға ие. Бұл үзіндіде кейіпкердің ішкі дүниесі де бізге оқырмандарға көрсетіледі. Қаныштың аштық кезінде өзінің кәсіби міндетін кірісіп, қарапайым халықты құтқару үшін жасаған әрекеттері күресі ерекше сипатталды. Қиындықтары мен әділетсіздік. Қаныш Сәтпаевқа қандай да бір қиындық қарамастан, ол әділетсіздікке қарсы тұрып, халықтың мүддесі үшін күресін көрсетеді. Қаныш Сәтпаевтың бұл әрекеттері өз халқы мен елінің дамуына деген адалдығын көздеген мақсатына жетуге деген табандылығын көрсетеді.